сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздермен іштегі майды ыдырататын тұнба дайындаймыз. Бұл тұнбаны ішсеңіз, бір айда 30 килограммға дейін арықтайсыз. Ал бізге керекті заттарды айтып өтейік. Бізге кішкентай қасықта бұрыш, куркума, корица керек болады. Сосын яблочный уксус керек болады. Сосын бізге ең керегі лимон керек болады. Сосын тап-таза бокал керек болады. Кейінгі неміз айтып өтейін. Куркума бір ас қасық. Бір ас қасық деппін ғой. Кішкентай қасықта. Кішкентай қасықта толтырып, корицада толтырып. Айтатыным, бұрыш кішкентай қасықта жарты қасық. Жарты қасық. Қараңыздар. Жақсылап қараңыздаршы. Куркума бір қасық, корица бір қасық, бұрышымыз, қара бұрышымыз жарты қасық болды. Енді лимонды айтайын. Бұл лимон үлкен қасықпен бір қасық толтырып қосамыз. Мында неге түсіп кетті тағы да. Ал енді аламыз. Сосын яблочный уксус қосамыз. Қараңыздар, кейін не қылғаннан кейінше обязательно қайнаған суды жылытып морозилкаға салып қояйық біраз уақытқа. Біраз уақытқа салсаңыз, ол не қалмайды ғой, мұздай болып қатып қалмайды ғой. Тура сондай не болу керек. Холодильниктен шыққан су болу керек, мұздай. Сосын оған сол жаңағы айтып жатқан суымды қосамыз. 100 миллиграмм су керек болады. Соның үстіне қоямыз, тұнбаның үстіне қойып, әдемілеп араластырамыз. Қыз келіншектер, комментарийға жазыңыздар. Мен мынанша киламын деп күнде жазайық. Ішіп жатқанымызды жазайық. Кім қанша кило тастағанын жазайық. Бұл ең керемет деген тұнба. Сосын менің YouTube каналыма өтіңіздер. Өте қызық ақпараттар бар. Тағы да бір айтып өтетін жайт. Бұл емізікті әйелдерге, жүкті әйелдерге болмайды. Емізікті әйелдер балдарыңыз 6 айдан асқан соң болады. Әдейі көрсету үшін стеклянный сіздер үшін бокалға қойдым. Ал ас болсын. Біздің үйде томпашка қыз бар. Сол қызға береміз. Сіздермен бірге сол томпа қыз азады. Ал бисмилля. Ас болсын.